Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Еліміздің денсаулық сақтау министрі Алексей Цой бүгін тамыздың 3-нен бастап елде біртіндеп карантинді әлсірете бастайды дейді. Бірақ әр қала мен әр облыстың бас санитар дәрігерлері өз аймақтарында өздері карантиннің қаншалықты қатаң болатынын әлде шеше алады. 3 тамыздан кейін қандай ережелермен өмір сүреміз, коронавирусқа қарсы қанша қаражат бөлінетіндігі және әлеуметтік медицина сақтандыру қорының басшыларының жалақылары туралы сөйлесетін боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Сонымен барлығымыздың көкейімізде коронавирусқа қарсы қанша ақша бөлінді және ол не нәрсеге жұмсалып жатыр. Не үшін медициналық орталықтар ауруларға дәріні өздеріне алдыртып, халыққа сақтандыру қоры емес, халық көмектесіп жатыр деген сұрақтар жүргені белгілі еді. Кеше әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының меңгерушісі Болат Төкежанов және қордың басқарушы директоры Азамат Умертаевтардың брифингі өтіп, сол сұрақтарды Ирина Севастьянова есімді батыл журналист қойған болатын. Ол басшыларға егер азаматтар қорға өз қалтасынан ақша төлейтін болса, онда неге өзіміз барып дәрілерді сатып аламыз және адамдардың дәріге жүрген ақшасын кім қайтарады деп сұрақ қойған болатын. Қор басшыларының жауабын қарайық. Если на сегодняшний день все это оплачивается за счет средств фонда, тогда не рассматриваете ли вы возможность вернуть гражданам часть затрат, которые они понесли на лекарственное обеспечение для своих родных, которые находились в больницах, и люди вынуждены были покупать лекарства за свой счет, повторяю, начиная от физраствора, заканчивая антибиотиками, антикоагулянтами, которые, по вашим словам, оплачиваются за счет средств фонда. Таких случаев сегодня в Казахстане очень много. Согласно действующему законодательству, не предусматривается фондом оплата понесенных расходов гражданами, но фонд оплачивает обязательно все понесенные расходы медицинским организациям. То есть, если медицинские организации при лечении, пользуясь клиническими протоколами, закупали медицинские средства, ИМН или лекарственные средства, то фондом в полном объеме будут оплачены данные виды медицинской помощи. Я прошу прощения, вы меня или не понимаете, или не слышите. Я говорю о том, что граждан сейчас медицинские организации вынуждают покупать за свой счет все абсолютно препараты. Вы будете возвращать деньги людям и отзывать у медицинских организаций? Или какие-то другие схемы, возможно, вы продумаете? Но сейчас люди лечат ковид за свой счет. Если лекарственные средства, которые были закуплены гражданами, точнее, если применяемые средства при лечении, они вошли в клинический протокол, то данные средства и лекарственные средства, они должны быть предоставлены медицинскими организациями. В данном случае гражданин не должен нести никаких расходов из собственного кармана и нести соответствующие затраты. Еще раз повторюсь, медицинские организации обязаны предоставлять данные лекарственные средства и не должны вынуждать граждан тратить на эти средства собственные денежные средства. 10 минут бойы басшыларға халықты тегін емдемейсіңдер ме? Және неге дәріні адамдардың өздері алады деп қойған сұрақтарының біріне де олар дұрыс жауап бере алмай, ақырында Иринаның микрофонын өшіріп тастады. Дәл осы кезде зерттеу институты әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басшыларының жалақыларын жариялады. Негізгі басқару қызметі қор басқармасы 8 мүшеден тұрады. Бір адамның орташа табысы 23,7 миллион теңге. Барлық табысы 2 жыл бұрын 83 миллион болса, 2 жыл ішінде 2 есеге өскен. Әрине шенеуніктердің жалақылары төмен болмау керек. Себебі ондай кезде пара алмау қиынға соғады. Бірақ бұл жалақыға керемет бітіріп жатқан істер болса да жақсы болар еді. Естеріңізге сала кетсем, сақтандыру қорының бұрынғы басшысы Тоқаев сынға алғаннан кейін, әрі әйеліне 12-ші көлігін алып бергеннен кейін қызметінен босатылған болатын. Ал Төкежановтың жаңа қызметіне 2 аптадай уақыт болды. Брифингке оралсақ, онда әдеттегідей сұрақтарға тікелей жауап бермей, жауаптарынан тайқып,
сөз бұрмалау әрине болды. Айтылған негізгі мәселелер қызықты цифрлармен жауабы қанағаттандырмайтын сұрақтарды шолып өтейін. Ең бірінші, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коронавируспен ауыратын науқастарды емдеуге қанша қаражат жұмсалатындығын айтты. Бір науқасты емдеуге кететін шығындар келесідей: жеңіл 292 мың теңге, орташа 446 мың теңге, ауыр жағдай 1,5 миллион теңге, өте қиын жағдай 1,7 миллион теңге. Бұл қаражат тікелей медициналық орталықтарға бөлінеді. Сәйкесінше, енді ауырғандар қордан көмек алу үшін медициналық орталықтарға жүгінуі қажет. Төкежанов бұл цифрлардан бөлек коронавирусқа қарсы күресуге тағы да 250 миллиард бөлінетінін айтты. Денсаулық сақтау министрлігінің ұлттық денсаулық сақтау орталығының эпидемиологиялық жағдай туралы консервативті болжамын ескере отырып, үстіміздегі жылдың соңына дейін тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шегінде медициналық сақтандыру қорының одан әрі емделу мен диагностикалану үшін 110 миллиардқа жуық қосымша қаражат бөлу туралы мәселе пысықталуда. Медициналық сақтандыруға қосымша 140 миллиард бөлінеді. Күзде COVID-19 пациенттерінің көбеюі болжануда. Науқастардың көбеюіне медициналық көмек көрсету үшін денсаулық сақтау министрлігі мен облыс әкімдіктері деңгейінде жұмыс жүргізілуде. Қор бұл уақытқа дейін коронавирусқа қарсы 56 миллиард қаражат бөлгенін айтты. Маусым айының соңына дейін медицина қызметкерлеріне 44 миллиард бөлінгенін айтты. Бұл қаражаттың ішіне үкімет уәде берген ковид уақытында вирус жұқтырған медициналық қызметкерлерге арналған қаржы кіре ме? Меніңше жоқ. Естеріңізде болса, ковидтан қаза болған дәрігерлер қызметі үшін 10 миллион теңге бөлінеді деп айтқан болатын. Алайда Шымкентте ондай адамдарға 1 миллион теңге беріп жатқандығы туралы хабар тарады. Айтуларынша, ковидтан емес, пневмониядан қайтыс болған үшін уәде етілген ақша берілмейді. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сөзінше, пневмония коронавирустың жалғасы. Қор басшысы тағыда мынандай дерек айтты. Сонымен қатар көптеген қазақстандықтар аурудың өсу кезеңінде коронавирусты және пневмонияны диагностикалауға, емдеуге және дәрі-дәрмектерге шығындар жұмсайтындығын ескере отырып, қор инфекциядан кейін қалпына келтіру қызметін қаражаттандыруға шешім қабылдады. Зардаптың ауырлығына байланысты емхананың деңгейінен бастап сауықтыру орталықтары мен санаторий курорттық ұйымдарға дейінгі әртүрлі көмек түрлері қарастырылады. Қаржыға ПТР диагностикасы, сонымен қатар КТ тексерісінің құны кіреді. Сондай-ақ қабылданған клиникалық хаттамадағы соңғы өзгерістерді ескере отырып, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету енгізілген. Олар факт бойынша төленеді. Факт бойынша төленеді деген сөзінің астарында не жатқаны белгісіз. Алайда бұл қаражатқа науқасты бастан аяқ емдеуге жетсе, бұл уақытқа дейін бірнеше мыңдаған қаржыға, өз қалтасынан дәрі алған азаматтарға ақшасы қайтарылып беріле ме деген сұрақ қойылды. Алайда бұл уақытқа дейін медициналық орталықтарда тиісті дәрілер мен құрылғылар болмағандықтан науқастың туыстары оларды өздері алуға мәжбүр болды. Әрі халық ішінде волонтерлер жиналып, керек жараққа ақша жинаған көрген боларсыздар. Бұл уақытта көмектесуі керек, сақтандыру қоры не қарады? Олардың берген жауаптарына сүйенсек, бұл уақытқа дейін өз қалтасынан ақша шығарып, дәрі алған халықтың ақшасы қайтарылмайды. Себебі дәрімен, еммен қамтамасыз етуші медициналық орталықтар. Бәз баяғыша жауапкершілікті басқаларға іле салды. Елдегі кризистік жағдай туралы Досым Сатпаев мынандай пікір білдірген болатын. Мемлекет жаман менеджер екенін бірнеше рет көрдік. Бірақ мәселе мынада. Әмиянды ұстайтын және ресурстарды мақсатқа сай емес. Мемлекетпен байланыстырылған шалбардың түс схемасына сәйкес тарататын менеджер. Қазір әлемнің көптеген елдерінде барлығы да мемлекет тарапынан қаржылай көмек күтуде екені белгілі. Соның ішінде экономиканы ынталандыру және жаңа жұмыс орындарын құру. Айырмашылығы бұл қаржыны дағдарысқа қарсы бағдарламалар аясында бөлудің тиімділігі кейбір елдерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың қатаң бақылауында, қолжетімділігі жоқ жерлерде. Басқа елдерде саяси оппозиция мен азаматтық қоғамды қатаң бақылау әлде бар. Бізде біреуде басқасы да жоқ. Мұның бәрінсіз біздің өрт сөндірушілеріміз өрттің бәрі жанғанша жанармай құю арқылы сөндіруді жалғастырады. Одан бөлек бүгін Алексей Цой елдегі жағдайдың жақсарып келе жатқанына деректер келтіріп, карантинді жеңілдету туралы сөз қозғады.
Карантин біту уақыты 3 тамызға сәйкес келеді. Бірақ толықтай карантин алынбайды. Цойдың жоспары бойынша мына жұмыс орындары қайта іске қосылады. Ойын сауық және сауда орталықтары, уақыт пен тәулік шектеулігі бар бөлшек сауда желілері, сонымен қатар жабық базарлар жұмыс істейді. Білім беру орталықтары, балаларды дамыту орталықтары, 5 адамнан аспайтын топтардағы үйірмелер, балабақшалардағы кезекші топтар, сұлулық салоны, шаштараз, маникюр және басқа педикюр алдын алу жазылу бойынша. Мемлекеттік қызметкерлер мен кеңсе қызметкерлерінің кемінде 80% қашықтан жұмыс жүргізу керек. Онымен қоса кей тиымдар сақталады. Қоғамдық іс-шаралардың барлық түрлері үшін ойын-сауық мекемесі, кинотеатрлардың, тамақтану алаңдарының, банкет залы, мейрамхана, түнгі және ойын клубтарының жұмысы. Мұражайлардың жұмысы, конференциялар, көрмелер, форумдар өткізу. Спорт залдары, фитнес орталықтар, бассейндер, аквапарк, мағажайлары. Діни нысандар қала маңындағы жолаушылар пойыздары мен қала арасындағы автобустардың қозғалысы үшін. Елдегі жағдай туралы менің пікірім міне осындай, ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар. Yani bazen